Жазиралы Жаркент өңірінде республика бойынша алғаш рет жаппай көкпардан Қазақстан кубогы өтті. Жетісу жерінде ұйымдастырылған дүбірлі додаға еліміздің әр аймағынан іріктелген 300-ге жуық шабандоз қатысты. Жүлде қоры да қомақты. Әр салымға ақшалай сыйлық пен 10 тай берілді. Тақырыпты әріптесім Нұржан Қасаболат тарқатады. Республикалық жаппай көкпар кубогында Алтай мен Атырау жұрты тоғысты. Көкпар ұлттық ойыны халыққа ортақ, атадан балаға мирас болған мұра. Мына әсерлі бейне кадрлар осы алаңнан түсірілді. Тұңғыш рет ұйымдастырылған дүбірлі додаға еліміздің 13 облысынан 260-тан астам шабандоздар қатысты. Жаппай көкпарымыздың құрылғаннан кейін, спорт ретінде танылғаннан кейін республикалық кубогы өтіп жатыр. Не деген керемет, әкімшілік тарапынан, спорт басқарманың тарапынан дайындық, енді айтамайын, бұл керемет дүние. Біз оңтүстік өңірде де қатты дамыған болса да, бұндай дайындықты бірінші рет көруіміз. Біздің осы жылдың ақырына шейін осындай 4 чемпионатымыз бар. Сол 4 чемпионат осындай деңгейде өтсе, біз өсеміз, өнеміз, осы ұлттық спортымыз, жаппай көкпарымыз дамиды деп ойлаймын. Дүбірлі доданың жүлде қоры да қомақты. Жалпы 10 миллион теңге ақшалай сыйақы мен 2 темір тұлпар, 10 тай аталды. Көкпаршылар әр салым сайын олжалы болып отырды. Бірінші салым бару келу 20-20 балдан, қалғандар 10 балдан. Ақырын алды дейді, өгіз өлдің алды. Сол 30 бал, бару 30 бал, келу 30 бал. Ақырынғы салым өгіз өлді 50 бал. Барып аласыз, 50 бал келіп аласыздар дейді. Бірінші салым 200 мың барып аласыз, 200 мың келіп аласыз. Жаңа баловый система. Кейінгі салымдар 150 мыңнан болып отырады. Жаңа ақырын алды. Тоже салым жаңағы. Жаңа ақыры өгіз өлді дейді. Сол барып аласыз 9 тай, келіп аласыз 1 апта. Бір командада 20 шабандоз қатысты. Тақымға серкені басқандар сен тұр мен атайын дейтін кіл мықтылардан жиналған. Әр қайсысы 3 атпен келіпті. Ереже солай. Жетісулық көкпаршылар үшін бұл үлкен тәжірибе болды. Енді ойын жақсы өтіп жатыр. Әр өңірден келгеннен тартыс күшті болып жатыр. Қазақстан түкір-түкірінен келген. Палуандар мықты, мұнда іріктелген аттармен іріктелген палуандар болғандықтан тартыс өте күшті болып жатыр. Бірақ салым салынды қазір. Әлі екінші салымның өзі салынбай жатыр. Нағыз дода болып жатыр ғой. Сен тұр мен атайын болып отыр. Ешкім қарап атқан жоқ. Енді әр елдің намысын арқалап келгеннен кейін палуандар аянып қалып атқан жоқ. Ойын жақсы өтіп жатыр, сәтті өтіп жатыр, Құда қаласа. Жетісу облысына рахмет. Жаркент қаласы дейді ғой, қазір беріп жатқан. Көкпар әдемі зор өтіп жатыр. Балдардың бәрі қарқынды дайындық қойғанбыз, Құда қаласа. Алдағы осы күннің соңында 30-тан қайтамыз деген ойдамыз, Құда қаласа. Көпшіліктің қызығына айналған бәсекенің нәтижесінде 170 ұпаймен киелі Түркістанның шабандоздары алтын тұғырға көтеріліп, автокөліктің иегерлері атанды. Екінші орын 50 ұпаймен Шымкент қаласына бұйырды. Үшінші орынға Жетісу құрамасы жайғасты. Жаппай көкпар федерациясы ресми түрде 2024 жылы аккредитация алып, жеке ұйым ретінде тіркелді. Көкпар күш пен жігердің, палуан мен қазанаттың етене бітісіп, асау мінезді тізгіндейтін алаң. Мұндай ұлттық ойынды дамыту өскелең ұрпақ үшін де маңызды. Жастар арасында салауатты өмір салтын нығайтуға сеп болмақ.
Көкпар ер азаматты шыңдайтын ұлттық спорт. Осы қазір елімізде синтетикалық есірткі қаптап кетті. Жастарымыз улануда, оңай ақша табамыз деп осындай қылмыс әрекеттерге баруда. Бұл есірткі заттарынан алшақтатудың ең тиімді құралы ол сөзсіз спорт. Осындай спорт түрлерімен жастарымыз айналысса, олар мынандай есіртке жоламайды, жаман әдеттерден бойларын аулақ ұстайды. Біз Жетісу облысының полиция департаменті облысымыздағы қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ететін негізгі мемлекеттік орган. Біз осындай спортты қолдаймыз. Нұржан Қалсаболатов, Әли Қуанышев, Жетісу арнасы.